Сәлем достар, бүгін біз Уәлибек Әбдірайымов жайында айтатын боламыз. Ол үшін маған тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздерші. 1. Жалпы таныстыру. Уәлибек Әбдірайымов қазақ әзіл-сықақ өнері мен театр сахнасында танымал тұлға, әрі Шаншар театры директоры болып табылады. Ол әзіл комедия, сатира арқылы көрерменге жол тауып танылған. 2. Театрдағы қызметі. 2000-дардағы жылдары Шымкенттегі Шаншар театрының директоры болып қызмет атқара бастағаны белгілі. Штат труппа возглавляет коллектив Уәлибек Әбдірайымов. 2025 жылдың қазан айында ол Шаншар театрының жабылуға жақын екенін мәлімдеді. Иә, егер жастар келмесе, 30 жылдыққа да келдік. Біз ширек ғасырда атайық, сосын қоямыз-ау дедік. Мұндай мәлімдеме театр өнерінің қазіргі кезеңіндегі қиындықтарын көрсетуі ықтимал, көрермен тарту, қаржыландыру мәселелері, жастардың қатысуы мәселелері. 3. Кино және шоу-бизнес. Әбдірайымов ұзақ уақыт бойы киноға түспегенін, ал кейін кеттік бәрін таста атты толықметражды фильмге түсуге келісім бергенін айтты. Алайда фильмдегі рөлі немесе түсірілім процесі барысында кейбір қиындықтарға тап болғанын өзінен естіген. 4. Қоғамдық жағдайлар мен жаңалықтар. Әлеуметтік желіде оның жол апатынан қайтыс болғаны жайлы жалған ақпарат тараған. Әбдірайымов өзі оның жалған екенін мәлімдеді. Бұған қоса, ол өткен уақытта 2 рет уақытша тергеу изоляторында болғанын айтқан. 5. Басқа қызықты жайттар. Ол Шымкенттен сөйлеп тұрмыз деген сөзбен қала мерекесі кезінде сахнада болған. Оның ұлы үйленді, бұл отбасы қуаныштарын да көрерменмен бөлісті. Уәлибек Әбдірайымовтың өнер жолына келу тарихы қызықты әрі шабытқа толы оқиға. Ол өз талантымен қазақ сахнасына ерекше күлкі мен сатиралық стиль алып келген тұлғалардың бірі. Балалық шағы және алғашқы қадамдары. Уәлибек Әбдірайымов оңтүстік Қазақстан облысында, яғни қазіргі Түркістан өңірінде дүниеге келген. Кішкентайынан ақ ауыл арасында әзіл айтып, пародия жасауға, адам мінезін айнытпай салып көрсетуге бейім болған. Мектеп қабырғасында жүргенде түрлі ән, көрініс, сахналық қойылымдарға белсенді қатысып, мұғалімдер оның актерлік дарынын бірден байқаған. Білім мен алғашқы сахна тәжірибесі. Мектептен кейін өнер және мәдениет институтына түсіп, актерлік және театр мамандығын меңгерді. Студент кезінде ақ сахнада ойнап, көрерменмен тіл табысудың, күлкі арқылы ой тастау тәсілін жақсы игерді. Ол кездері елде кәсіби әзіл-сықақ театрлары аз болған, сондықтан жастардың өз бетімен ұйымдасқан ойын-сауық кештері арқылы танылды. Шаншар театрының құрылуы. 1995-1996 жылдары Уәлибек Әбдірайымов бастаған талантты жастар тобы Шаншар сатира театрының негізін қалады. Бұл театр Шымкент қаласында дүниеге келіп, кейін бүкіл елге танылды. Шаншардың мақсаты халықтың тұрмысындағы, қоғамдағы кемшіліктерді әзіл арқылы көрсету, күлкімен ойландыру еді. Уәлибек театрдың әрі негізін қалаушысы, әрі көркемдік жетекшісі, әрі басты актері болды. Танымалдыққа жетуі. Уәлибек Әбдірайымовтың сахнадағы мінезімен табиғи күлкісі, диалект қолдануы, қарапайым халықтың бейнесін шынайы жеткізуі арқылы көрерменнің сүйіктісіне айналды. Шымкенттен сөйлеп тұрмыз деген оның әйгілі сөзі бүкіл елге тарады. Көптеген телевизиялық концерттер мен әзіл бағдарламалар арқылы елге кеңінен танылды. Кино мен басқа жобалар. Көп жыл бойы театр мен концерттік сахналарда жүріп, кейіннен кино саласына да бет бұрды. Бірнеше комедия фильмдерге, сондай-ақ жарнамалық роликтерге түсті. Кейінгі жылдары жаңа буын әртістерге тәлімгерлік етіп, жас таланттарды сахнаға шығаруға атсалысты. Өнерге көзқарасы. Уәлибек Әбдірайымов өнерді халыққа қызмет ету құралы деп есептейді. Ол бір сұхбатында күлкі адамның жанын емдейтін дәрі. Ал әртіс соның дәрігері деген еді. Өз сөзінше сатира сын емес, тәрбие құралы, ал әзіл арқылы адамды ойландыру басты мақсат. Уәлибек Әбдірайымовтың отбасы мен жеке өмірі оның шығармашылығындағы ең нәзік әрі қызықты тұстардың бірі. Ол сахнада үнемі күлдіріп жүрсе де, өмірде өте сабырлы, отбасы құндылығын жоғары қоятын адам ретінде белгілі. Отбасы туралы. Уәлибек Әбдірайымов отбасылы, көп жылдан бері бір шаңырақтың ұйытқысы болып келеді. Жұбайы өнер адамы емес, бірақ Уәлибектің шығармашылығына үнемі қолдау білдіріп отырған адам. Ол сұхбаттарының бірінде
Әйелім сахнадан тыс менің ең үлкен сыншым әрі қолдаушым деп айтқан. Балалары. Отбасында бірнеше баласы бар. Ұлдарының бірі 2022-2023 жылдары үйленіп, Уәлибек үлкен той жасап, халыққа қуанышын бөліскен болатын. Бұл оқиға әлеуметтік желіде кең тараған, көптеген әріптестері, достары тойға қатысып, ізгі тілектерін айтқан. Сол кезде Уәлибек: бала үйлендіру әкенің парызы, мен сол парызымды орындадым деп жылы пікір білдірген. Ол өз балаларына қарапайымдық пен еңбекқорлықты, ата-ананы сыйлауды үйретуге тырысады. Жеке өміріндегі құндылықтар. Ол отбасын ең үлкен байлығы деп санайды. Сахнадан тыс уақытта көп уақытын отбасымен және немерелерімен өткізуге тырысады. Сұхбаттарында әрдайым: өнер менің өмірімнің бір бөлігі, бірақ менің басты байлығым отбасым деп жиі айтады. Өмір салты мен қарапайымдылығы. Уәлибек Әбдірайымов Шымкент қаласында тұрады. Сахнадан тыс уақытта ауыл өміріне, тыныштық пен отбасы ортасына жақын. Ол қымбат өмірді ұнатпайды, қарапайым адамдармен араласып, ел ішіндегі жиындарға жиі қатысады. Әзіл-сықақшының айтуынша, үйінде күлкі мен түсіністік ең басты ереже. Қызықты дерек. Уәлибек кейде сахнадағы кейіпкерлерін үйде де ойнап, балалар мен немерелерін күлдіріп отырады. Оның отбасы мүшелері әзілге үйреніп кеткен, бірақ сахнадағы кейбір әзілдер шынайы өмірдегі сәттерден алынған дейді. Уәлибек Әбдірайымовтың негізгі мамандығы актер, сатира және театр өнерінің шебері. Білімі мен мамандығы. Ол орта мектепті тәмамдаған соң өнер және мәдениет институтына, қазіргі Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің өнер факультеті оқуға түсіп, драма және кино актері мамандығын алған. Студент кезінен ақ сахнаға жақын болып, түрлі театр қойылымдары мен студенттік әзіл кештеріне белсене қатысқан. Мамандық бойынша алғашқы тәжірибесі. Оқуды бітірген соң бірден театр сахнасына келіп, актерлік шеберлігін дамытты. Оның басты бағыты сатира мен комедия жанры. Кейіннен осы салада үлкен жетістікке жетіп, Шаншар сатира театрының негізін қалаушысы әрі көркемдік жетекшісі болды. Мамандығына деген көзқарасы. Уәлибек өнерді тек кәсіп емес, қоғамға қызмет етудің бір түрі деп санайды. Ол жиі күлкі дәрі, ал әртіс халықтың көңіл дәрігері дейді. Яғни, Уәлибек Әбдірайымов білімі бойынша кәсіби актер, ал өмір жолында ол өзін сатира мен әзіл өнерінің шебері, режиссер және продюсер ретінде де танытқан. 1. Шаншар атауының шығу тарихы. Көп адам Шаншар сөзін жай әзіл атауы деп ойлайды. Ал шын мәнінде Уәлибектің айтуынша Шаншар халық арасында айтылатын көне сөз, ол сөзбен шаншу, ұрып айту деген мағынаны білдіреді. Яғни театр атауының өзі әзіл арқылы шаншу, ой тастау ұғымын береді. 2. Ол алғашында әнші болғысы келген. Жастайынан ән айтуды қатты жақсы көрген, мектептегі мерекелерде жиі ән салған. Бірақ кейін әзілге бейімі басым екенін байқап, актерлік жолды таңдаған. Өз сөзінде күлдіріп тұрып ойландырған дұрыс екен, ән кейінде айтылады ғой деп айтқан. 3. Киноға түсуге ұзақ жылдар бойы келіспеген. Оған әр жылдары көптеген режиссерлер киноға түсуге ұсыныс жасаған, бірақ ол жасанды рөл ойнаудан қорқам деп бас тартқан. Тек 2023-2024 жылдары алғаш рет кино рөлге келісім беріп, кеттік бәрін таста атты фильмге түскен. Кейін ол фильм түсірілімі кезінде өзін алдап кеткенін айтып, қызықты оқиға ретінде еске алады. 4. Өмірінде 2 рет тергеу изоляторында болған. Бұл деректі өзі ашық айтқан. Уәлибек ешқандай қылмыс жасамаған, тек бір оқиға бойынша түсінбеушілікке байланысты уақытша ұсталуға тура келген. 2 рет тергеу изоляторында болдым. Сонда өмірдің шындығын, адамның шынайы бейнесін көресің деген. Осы тәжірибеден кейін ол өмірге, адам тағдырына басқаша қарай бастағанын айтқан. 5. Кейіпкерлерінің көбі шынайы өмірден алынған. Шаншар театрындағы кейіпкерлері ойдан құралған емес. Көпшілігі Уәлибектің өмірінде кездескен нақты адамдардың мінезінен, сөйлесу мәнерінен алынған. Мысалы, Шымкенттен сөйлеп тұрмыз кейіпкері, оның ауылдас танысының сөйлеу мәнеріне негізделген. 6. Сахнадағы әзілдерін көбіне өзі жазады. Театрда сценаристер бар болса да, көп жағдайда әзілдер мен диалогтарды өзі ойлап табады. Сахнада импровизация жасау оның басты ерекшелігі.
Кейде дайын мәтінді қоймай, тікелей көрерменнің реакциясына қарай жауап беріп, сәтінде жаңа әзіл тудырады. 7. Өте қарапайым өмір сүреді. Теледидар мен сахнадан көрінгенімен, жеке өмірінде өте қарапайым адам. Ауылдағы туған туыстарымен жиі кездесіп, жергілікті мерекелер мен тойларға қатысып тұрады. Қымбат көлік, сәнді өмірге қызықпайды, адамның байлығы мінезінде дейді. 8. Табиғатты ерекше жақсы көреді. Бос уақытында қала шуы мен сахнадан қашып, тауға барып, табиғат аясында демалғанды ұнатады. Кейде жеке отырғанды, тыныштықты жақсы көретінін айтады. Кейде күлдіріп болған соң, өзіңе күлкі жетіспей қалады. 9. Жастарға үнемі ақыл береді. Ол әр сұхбатында жастарға: күлкіде ұят жоқ, бірақ жауапкершілік бар. Халықты күлдіру оңай емес деп ескертеді. Шаншар театры арқылы ондаған жас актердің жолын ашқан.